Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде менің видеомды бірінші болып көресіздер. Ал мен бүгін сіздерге өте дәмді голубцидың рецептін ұсынамын. Видеомды соңына дейін тамашалаңыздар, сіздермен бірге Гаухар. Голубцидымыз әдемі әрі біркелкі пісу үшін міндетті түрде орташа 40 қабат аламыз. Мен осылай кесіп аламын, астыңғы жағынан жапырағын 40 қабаттың және де абайлай отырып жайлап үзіп аламын. Дәл осындай тәсілмен бүкіл жапырақтарды үзіп аласыздар. Бізде осындай жапырақтар шығады, яғни 40 қабат жапырақтары. Міне менде 40 қабаттың осындай 6 данасы шықты. Осындай әдемі біркелкі болып шығу үшін осылай жасаймыз. Енді қайнап тұрған суға 40 қабатымызды пісіріп аламыз. Аздап тұз қосамыз. Және де бірден 2 жапырақ 40 қабатымызды салып пісіріп аламыз. Көп пісірудің қажеті жоқ, 2-3 минут пісірсеңіздер жарайды. Голубцидымыз әдемі әрі біркелкі оралу үшін міндетті түрде осылай ыстық суға біздің 40 қабат жапырағын пісіріп алуымыз керек. Қалған 40 қабат жапырақтарын да дәл осындай тәсілмен пісіріп аламыз. Мінекей достар, менің 40 қабат жапырақтарым пісті. Мінекей осындай әдемі біркелкі болып шығады. Енді мен салмасын дайындайтын боламын. Күрішімді алдын ала жуып алдым. Мен әрдайым баракат күрішін қолданамын. Фарш қажет және де бір жұмыртқа қажет. Күрішімізді кейінірек ыдысқа салып аламыз. Оның үстіне фаршымызды қосамыз. Мен сиыр етінің фаршын қосамын. Қанша қосу керек екендігін видеоның астына жазып кетемін. Бір жұмыртқамызды саламыз және дәміне қарай тұз бұрыш сеуеміз. Жақсылап барлығын қолмен араластырып аламын. Мінекей менің салмам дайын болды. Енді голубцидымызды жасауға кірісеміз. Біздің жапырағымыздың осындай қатты жерін дәл осылай видеодағыдай пышақ арқылы алып тастасаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы әрі жегенде де өте дәмді болады. Енді 40 қабат жапырағына салмамызды салып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп жинасаңыздар, сіздерге өте ыңғайлы әрі голубцидымыз өте әдемі болып шығады. Барлығын дәл осындай тәсілмен орап шығамыз. Керек емес жерін пышақпен кесіп тастаймын. Міне мен екінші голубцидті жасағалы жатырмын. Барлығын бір тәсілмен жасаймын. Жақсылап қыса отырып, екі жағынан ауа қалмайтындай етіп орап аламын. Керек емес жерін кесіп тастаймын. Барлығын осылай жасап шығамын. Мінекей достар, мен голубцидымды орап болдым. Осындай өте әдемі бірдей формада голубцидылар шықты. Піскенде де өте әдемі болып көрінеді. Мен голубцидым дайын болуға қалды. Енді біздер оған тұздығын дайындап аламыз және де пісіру қалды. Тұздығына мен пияз, чеснок, яғни сарымсақ және де сәбіз қосамын. Сәбізді арнайы осындай әдемі пышақпен кесіп алдым, әдемі болу үшін. Енді қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып аламыз. Оған пиязымызды және чесногымызды салып, кішкене қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін сәбізімізді салып, тағы да кішкене қуырып аламыз. Енді бір ас қасық томат қосып, барлығын жақсылап араластырамыз да тағы да кішкене қуырамыз.
Одан кейін 100 мл суымызды қосып қайнатамыз. Және дәміне қарай 1 шай қасықтай тұз қосып, бетін қақпақпен жауып астын басып қоямыз. Біздің тұздығымыз кішкене 5-10 минуттай пісу керек. Мен тұздығым дайын болды. Енді мен оны бөлек ыдысқа салып аламын. Тұздық пісірген ыдысқа қазір голубцайымызды пісіреміз. Голубцайымды табаға салып аламын біркелкі етіп. Және де үстіне тұздығын видеодағыдай құйып шығамын. Және де біздер қайнаған суды үстінен құямыз. Голубцайымыздың ортасына дейін суды құямыз. Және де дәміне қарай тұз себеміз. Суымызды қайнатып аламыз. Суымыз қайнап болғаннан кейін бетін жауып пісіреміз. Мінекей достар, менің голубцайым пісті. Голубцайдың иісі өте керемет болып шығып тұр, дәмді болғаны сөзсіз. Мінекей голубцайларым бірдей формада өте әдемі болып пісті. Жапырағымыз жыртылмай, өте керемет болып шықты. Енді мен голубцайымды әдемілетіп тарелкеге салып аламын. Голубцайымды тарелкеге салып алдым. Өте әдемі біркелкі болып шықты. Енді тұздығын құйып шығамын. Сіздер өздеріңізге ұнаған тұздығыңызды жасасаңыздар болады. Кабачки немесе баклажанды қосуыңызға болады. Өзіңіздің еркіңізге қарай ас көкті де пайдалансаңыздар болады. Менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Ал осы рецепт өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап қолданып көріңіздер және комментарияға өз ойыңызды жаза кетіңіздер.